Сәлем достар, бүгін өте дәмді ащы соус дайындаймыз қысқы мезгілге. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге 4 килограмм қызанақ, 2 килограмм тәтті қызыл бұрыш, 200 грамм сарымсақ және 5-6 дана ащы қызыл бұрыш қажет болады. Қызанақтарды жуып, тазалап, 4 бөлікке бөліп аламыз. Қызыл болгар бұрышында жуамыз, дәнінен тазалаймыз, ірілеу етіп тураймыз. Видеода көрсетілгендей. Енді блендердің немесе ет тартқыштың көмегіменен қызанақтарды ұсақтап аламыз. Болгар бұрышында ұсақтап аламыз. Енді сарымсақ пенен ащы бұрышты блендермен ұсақтаймыз. Қызанақ езбесін орташа отта қайнатамыз 15 минуттай шамаменен. Кейіннен болгар бұрышын қосамыз. Араластырамыз. 1,5 ас қасық тұз саламыз татымына қарай. Одан кейін қайнатамыз 30 минуттай шамаменен. Уақыт өткен соң сарымсақ пенен ащы бұрыш езбесін қосамыз. Жақсылап араластырамыз. 10 минуттай қайнатамыз. 3 ас қасық қант қосамыз. Базилик шөбін, яғни райхан шөбін жуып, ұсақтап турап соусқа қосамыз. Араластырамыз. Енді соусымыздың үстінен 200 грамм сұйық май қосамыз. Блендердің көмегіменен бүкіл соусты еземіз. Біркелкі масса болғанша. Видеода көрсетілгендей. 1,5 ас қасық уксус қосамыз. Менде 70% уксус. 15-20 минут қайнатамыз. Біздің ащы соусымыз дайын. Өте дәмді. Стерилді банкаларға құйып, қақпағыменен жауып тастаймыз. Жабылған банкаларды қалың көрпеге орап қоямыз. Банкаларымыз өздігінен суығанша. Біздің соусымыз дайын. Өте дәмді, қыста таптырмайтын тамақ. Жасап көріңіздер, кеңес беремін. Отбасыларыңызға, қонақтарыңызға ұнайды. Егер видео ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.